Барлықтарыңызға қайырлы күн, менің сүйікті көрермендерім. Бүгін сіздерге өте дәмді қуырылмай жасалатын қысқы салаттың рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнары сөзсіз. Видеоны соңына дейін қарап, менің YouTube арнама тіркеліп, жанында тұрған қоңырауша белгісін белгілеп қойды ұмытпаңыздар, және де подписаться батырмасын белгілеп қойыңыз, келесі видеоларымды жіберіп алмас үшін. Ал енді достар, бізге қажетті заттар ол қызанақ, сарымсақ, қызыл болгарский, сәбіз, капуста және де укроп қажет. Барлығын жуып, қабығын ашып дайындап аламыз. Ең алдымен капустамызды жіп-жіңішке етіп, ұзын етіп кесіп шығамыз. Мінекей дәл осылай кесеміз. Үлкен ыдысымызға саламыз да қызыл тәтті бұрышымызды, яғни болгарскийімізді дәл видеодағыдай барлығын жіңішке етіп кесіп аламыз. Енді сәбізді үккіштің көзінен осындай ұзын етіп өткіземіз. Одан кейін сарымсақтарыңызды осылай жіп-жіңішке турап аламыз. Төменге видеоның астына описанияға қанша мөлшерде керектігін барлығын жазып қалдырамын. Қызанақты да дәл салом кесіп аламыз, және де қатты езілмейтін түрін таңдаңыздар. Барлығын кесіп турап алғаннан кейін мінекей укроп, егер де кинза ұнататын болсаңыздар, кинза қоссаңыздар да болады. Енді сұйық майымызды қатты қыздырып аламыз да осы көкөністеріміздің бетіне құямыз. Енді 3 ас қасық тұзымызды қосып араластырамыз, жақсылап араластырамыз. Мінекей осындай болады. Одан соң 5 штук аспиринімізді езіп ұнтақтап аламыз да үстінен қосамыз. Енді достар, банкілеріңізді стерилдеп алғаннан кейін осылай салатымызды тығыздап ішіне орналастырамыз. Міндетті түрде тығыздаңыздар, өйткені суға қайнатқан кезде арасы ашылып қалмас үшін. 1 литрде менде 4 банка шықты. Міне осындай болды достар. Одан соң қалған суын банкілерімізге бөліп теңдей етіп құйып шығамыз. Ал енді достар, банкамызда қайнатпас бұрын осындай мантаварканың ыдысына астына осындай матамызды қойып, одан соң банкілерімізді орналастырамыз. Себебі банкілеріміз қайнаған кезде жылжып кетпес үшін. Одан соң осының үстіне салқын суымызды құямыз. Су қатты толып кетпеу керек, банкының жартысына дейін жетсе жеткілікті. Міне осындай су болу керек. Осыны қазір газда қайнататын боламыз. Қайнаған уақыттан бастап санаймыз. 1 литрге жарты сағат жеткілікті. Орташа отта қайнатамыз. Егер де сіздерде 2 литр болса, 1 сағат қайнатасыздар. Міне банкілеріміз дайын. Қайнап болғаннан кейін бетін жауып, жылы жерге суғанша қойып қоямыз. Міндетті түрде достар жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығатын салаттар. Қысқа нанның бетіне, қою тамақтарға, палаумен жегенге жақсы үйлеседі. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де дәл осы видеоны WhatsApp желісінде достарыңызбен бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар. Достар, келесі видеоны жіберіп алмас үшін менің YouTube арнама тіркеліп, подписаться батырмасын басып қойды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын, назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет.